Құрметті көрермен, назарларыңызға өмір сүруге шабыттандыратын қанатты сөздерді ұсынамыз. Өз ойларыңызды қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Адам болмайды, қолыңнан келмейді, рұқсат етілмейді, сынды абақтыға өзін өзі жабады. Содан кейін бостандықта өмір сүретіндерге қызығады және қызғана қарайды. Бостандық пен абақтыны таңдау өз қолыңызда. Өмірді кейінге қалдыруды қойыңыз. Жалақы түскенде аламын, еңбек демалысына шыққанда барамын, көктемге таман көрермін деуді доғарыңыз. Әйтпеген жағдайда күнтізбедегі босқа өткен күндер үшін, өткізіп алған мүмкіндіктер үшін өкінетін боласыз. Егер сіз байқап көрсеңіз, сізде екі жол бар. Қолыңыздан келеді, немесе келмейді. Ал егер байқап көрмесеңіз, тек бір ғана нұсқамен шектелесіз. Өз қорқыныштарын, жалқаулығын, сенімсіздігін бір сөзбен айтқанда, өзін өзі жеңген адам ғана жеңімпаз атанады. Бір сәтке дамылдаңыз. Адамдар үздіксіз өтіп жатқан көшенің ортасында тұрып, елестетіп көріңізші. Сіз дәл қазір, дәл осы жерде жоқсыз, мүлдем жоқсыз. Жаяу жүргіншілер өтіп жатыр, көліктер ағылуда, адамдар аялдамада автобустарын тосып тұр. Дүкендердің есігі айқара ашық. Анығын айтқанда, әлем сізсіз де өмір сүруін жалғастырады, тоқтамайды. Мұны түсіну қиын, бірақ маңызды. Сол үшін әр күніңізді бағалаңыз. Егер сіз бір істі қолға алуға жүрексінсеңіз, онда міндетті түрде ең алдымен сол істен бастаңыз. Арманыңыз, тілегіңіз, табандылығыңыз болса, кез келген кедергіні тесіп шығасыз. Риясыз адалдық қымбат тұрады, алайда арзан бағаланады. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды, неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді, болмысын қалыптастыруды қалайды. Барлығы әлемнің шындығынан жанын тасалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайды бір сәтке болса да ұмыттырады. Музыканың терең иірімдеріне бойлап, кітап атты өзге әлемнің ғажабына ену арқылы санаңды мазалаған сансыз сұрақтан арыласың. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес. Маңыздысы қаншалықты пайдалы болғаныңызда. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз. Есесіне оны шелектеп таратамыз. Өзіңізді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көр. Сол кезде өзгені өзгертемін деген талпынысыңның бос әурешілігін түсінесің. Сосын істермін деген сіздің армандарыңызды тұншықтырып, уақыт өте келе өзіңізбен бірге көмілетін жаман ауру. Не болып жатса да жақсы, қызықты және бақытты өмір сүру үшін ал өмір сүріңіз, артқа қарамаңыз, ойламаңыз. Кез келген қарт адамнан сұрасаңыз, ол қалай өмір сүргенін байқады ма? Ол ешқандай белгіні байқамады. Өмір ойлаусыз-ақ тіршілігін жалғастыра береді. Ойлау өмір сүрудің бір түрі ғана. Біздер тұрмыс тіршіліктен қолымыз тимей, дүниенің алдап жатқанын сезбейміз. Сананы тұрмыс тіршілік билейді деп шатасып жүрміз, және кейінгілерді де солай адастырып жатырмыз. Бізге түк қатысы жоқ, зияны көп ақпаратты қабылдау, оған құл болу, өмір сүру салтына айналды.
Ертеңгі күнге кепілдік берілмейді. Сондықтан бүгін өмір сүріңіз. Уақытыңызды зая кетіру, өмірді зая кетіру. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыз. Қарағаныңызға көп рахмет.